Саламатсыздар менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен әсіп дайындайтын боламыз. Сонымен бізге әсібімізге ең қажетті заттар алдымен қойдың әсіп ішегі, яғни жуан ішегі қажет. Сонымен қатар ет, бауыр, бүйрек, жүрек, қалауыңызша қаласаңыз өкпе мен құйрық май қоссаңыз да болады. Сонымен қатар 3-4 тіс сарымсақ, кішкене 2 бас жуа, дәмдеуіштерден қара бұрыш, қызыл бұрыш, кішкене зира, 200 мл су мен 100-150 грамм суда жібітілген ақ күріш қажет болады. Қазір біз бұлардың барлығын бір ыдыс алып, соған салатын боламыз. Яғни біз бұл жерде жаңағы өкпе, бауыр, жүрек, еттердің барлығын ет өткізгіштен, яғни мясорубкадан шығарып алдық. Сарымсақтарымызды, пияздарымыздың бәрін ұсақтап турап алдық. Дәмдеуіштерімізді, тұздарымызды тәбетімізге қарай қосып аламыз. Енді бұл жерге біз қазір 200 мл суды қоямыз. Ол су біздің күріштеріміз ісініп, жақсы пісу үшін, таза пісу үшін қажет болады. Енді бұлардың барлығын қазір бір жақсылап араластырамыз. Міне, жақсылап бір қалыпқа келгенше араластырып алдық. Салмасы осылай кішкене сулы және қоймалжың болғаны дұрыс. Енді біз ішектеріміз бен жіптерімізді дайындап алдық. Әсіпті салуды бастасақ болады. Әсіп салудың неше түрлі оңай жолдары бар, әртүрлі жолдары бар, бірақ мен асығыс емеспін. Сол үшін осылай жаймен қасықпен салуды жөн көрдім. Сіздер басқа да жолдарын қарастырсаңыз болады. Бұлай әсіптеріміз салып алдым. Жуан ішегіне де, жіңішке ішегіне де салдым. Жіңішке ішектері әрине жіңішке әдемі болып көрінеді, ол сіздің қалауыңыз бойынша. Енді әсіптерімізді суға салып, отқа қоямыз, бақылап тұрамыз. Әсіптеріміз жарылып кетпеуі қажет. Қайнап бастаған кезде әсіптерімізді тесіп, ауасын шығаратын боламыз. Міне, әсіптеріміз қайнап бастады. Енді бұның әр жерінен, әр әсіптің 1-2 жерінен тесіп, ішіндегі ауаларын, суларын шығарамыз, жарылып кетпеу үшін. Әсібіміз, менің әсібім 1,5-2 сағат асықпай пісті. Жалпы 1 сағатта піседі, бірақ ішіндегі күріштері әдемі балғын болып пісу үшін 2 сағат тұрғаны жақсы. Әсібіміз дайын, ас болсын.